Recording in progress. Қайырлы күн, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Құрметті қатысушылар, 2021 жылы 3 тамызда номер 286 қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларының екінші тарауы 22 тармағына сәйкес тиісті әкімшілік аумақтық бірліктің жергілікті атқарушы органы қоғамдық тыңдаулардың барлық барысына бейне және аудио жазбаны қамтамасыз етеді. Көріп отырғаныңыздай, залда бейнежазба жасау құралдары орнатылған. Түсірілім нәтижелері тыңдаулар хаттамасына қосылатын болады. Сондай-ақ қағидалардың 20 тармағына сәйкес тиісті әкімшілік аумақтық бірліктің жергілікті атқарушы органының немесе әзірлеуші мемлекеттік органның өкілі қоғамдық тыңдаулар қатысушыларын жеке басын куәландыратын құжаты арқылы тіркейді. Осыған байланысты барлық қатысушыларды жеке басын куәландыратын құжатпен тіркеуден өтуге шақырамын. Қоғамдық тыңдаулар хаттамасының тіркеу парағына өзіңіздің тегіңізді, атыңызды, әкеңіздің атын, телефон номеріңізді көрсетіп қол қоюыңызды сұраймын. Бүгінгі тыңдаулардың тақырыбы: құрметті қатысушылар, экология заңнамасының талаптарына сәйкес қоғамдық тыңдаулар қоршаған ортаға және азаматтардың денсаулығына тікелей әсер етуі мүмкін жобалар бойынша өткізіледі. Бүгін қоғамдық тыңдауларда Сиотас ЖС Ақтас 1 учаскесіндегі барлау жұмыстарының жоспарына арналған жобалық материалдар бойынша экологиялық рұқсат алу мәселесі қаралады. Құрметті қатысушылар, тыңдауларға қойылатын міндетті талаптарды талқылайық. Қағидалардың 21 тармағына сәйкес аумағында қоғамдық тыңдаулар өткізіп жатқан тиісті әкімшілік аумақтық бірлік әкімі аппараты өкілінің төрағалығымен өткізілетін. Осылайша қоғамдық тыңдаулардың төрағасы Ақтас мәдениет үйінің директоры Нұржанова Жанар Балабиевна, яғни мен боламын. Сонымен қатар тыңдаулар алдында қоғамдық тыңдаулардың хатшысы сайланады. Ол қатысушылардың қарапайым көпшілігінің дауысы арқылы тыңдалады. Бүгінгі тыңдаулардың хатшысы таңдауға көшейік. Бүгінде қоғамдық тыңдаулардың хатшысы ретінде Элемента ЖС өкілі Мұстафин Марат Есентұлының кандидатурасын ұсынамын. Хатшыны таңдау үшін дауыс беруді сұраймын. Қол көтеру қажет дейді. Енді тыңдаулардың регламентін бекітуге көшейік дейді. Құрметті қатысушылар, бүгінгі тыңдаулардың келесі регламентін бекітуге ұсынамын. Қоғамдық тыңдауларға қатысушыларды тікелей және басын куәландыратын құжатын ұсыну. Менің түсінуімше, біз тіркеуден өтіп қойдық. Тіркелмегендер болса, тіркеулеріңізді сұраймын. Қоғамдық тыңдаулардың ашу бұны да жасадық. Жоспарланған қызмет туралы баяндамадан тыңдау. Оған орташа есеппен 15 минут бөлейік. Баяндаманы талқылау, орташа есеппен 20 минут талқылау жүргізуді ұсынамын. Одан кейін баяндамашыларға қоғамдық тыңдаулар қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстары тыңдалады. Баяндамашылар өз кезегінде қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстарына жауап береді. Қорытынды жасау шамамен 5 минут. Дауыс беруді сұраймын. Төраға, қоғамдық тыңдаулар қорытындылары бойынша жобалар материалдарына берілген барлық ескертулер мен ұсыныстарды қамтитын қоғамдық тыңдаулардың хаттамасы жасалады. Хаттаманы бірыңғай экология порталының сайтынан көре аласыздар. Қоғамдық тыңдауларды бастайық. Көзделіп отырған қызмет пен қабылданған жобалық шешімдермен танысу үшін баяндамашыларға сөз берейік. Құрметті қоғамдық тыңдауларға қатысушылар, қош келдіңіздер. Ұсынылып отырған бұл баяндама экологиялық рұқсат алу рәсімінің міндетті кезеңі болып табылатын қоғамдық тыңдауларды өткізу мақсатына әзірленді.
Ақтас 1 учаскесіндегі барлау жұмыстарының жоспарын әзірлеу, Ұлытау облысы, Ұлытау ауданының орналасқан учаскеге берілген өндіру лицензиясына байланысты жүзеге асырылуда. Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес барлық кәсіпорындарда қоршаған ортаның жай-күйін өндірістік мониторинг жүргізу міндетті. Өндірістік экологиялық мониторинг барысында табиғи орта компоненттерінің табиғи жағдайын бұзатын айқын және жасырын факторларды, оларды құлдырауына немесе халықтың өмір сүру жағдайын төмендетуге алып келетін себептерді, сондай-ақ жалпы экологиялық тәуекелдерді талдау және бағалау жоспарланды. Осы бағдарлама учаскесінде жұмыстар жүргізу кезінде экологиялық өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру тәртібін айқындайды және кәсіпорынның қоршаған ортаға тигізетін зиянды әсерін азайту мақсаттарында талдау мен бағалау жүргізетін бағытталған. Кәсіпорын аумағында өндірістік қызмет нәтижесінде келесі қалдық түрлері түзеледі. Қатты тұрмыстық қалдықтар қызметкерлердің өмірлік әрекет нәтижесінде пайда болатын қатты өрт қауіпті коррозиялық белсенділігі жоқ, одан әрі пайдалануға жарамсыз қауіпті емес қалдықтар. Іс-шаралар келесі бағыттарға бағытталған. Карьерлік жұмыстарда пайда болатын шаңды басу, техниканың шығындыларын бақылау, тұрақты экологиялық мониторинг жүргізу. Барлық іс-шаралар экологиялық кодекс талаптарына толық сәйкес келеді және барлық жұмыстары барысында қоршаған ортаға теріс әсерді барынша азайтуға мүмкіндік береді. 2027-2030 жылдардағы геологиялық барлау кезінде нысан бір өндірістік алаңмен ұсынылады. Онда атмосфера ластаушы заттардың ұйымдастырылған көзі қарастырылған. Эмиссия нормативтері 10 жылға дейінгі мерзімге белгіленеді және өңірдегі экологиялық ахуал өзгерген жағдайда, сондай-ақ ластау көздерінің жаңа параметрлері анықталған кезде жергілікті уәкілетті органдарда қайта қаралады. Жоба өңірге әлеуметтік-экономикалық пайда әкеледі, жаңа жұмыс орындары ашылады және Ұлытау ауданының дамуына ықпал етеді. Баяндама аяқталды. Назарыңызға рахмет. Кім сөйлейді? Сұрақтарыңыз бар ма? Қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларына сәйкес қоғамдық тыңдаулардың нәтижелері бойынша кәсіпорын қоғамдық пікірді ескеру және ұсынатын жобаға өзгерістер енгізуі тиіс. Бейнежазба бар қоғамдық тыңдаулар хаттамасы қоршаған орта мен табиғи ресурстардың жай-күйі туралы ұлттық деректер банкінің сайтында жарияланады. Тапсырыс берушілер мен жобалаушылардың сұрақтарыңызға толық және нақты жауап берді деп ойлаймын. Қоғамдық тыңдаулар өткізілді деуге болады. Регламенттерді ескере отырып тыңдауларды жабық деп жариялаймын. Рахмет, қатысыңызға. Recording stopped.